Алдыңғы видеода кедей бала бай баламен төбелесіп қалған болатын. Содан соң бай баланың әкесі келіп, менің баламнан кешірім сұра, әйтпесе қатты өкінесің деп айтты. Оған жауап ретінде кедей бала кешірім сұрамайтынын айтты. Арада біраз уақыт өтіп, кеш батқанда белгісіз бандиттер кедей баланың үйіне келіп ұйықтап жатқан жерінен алып қашып кетті. Сосын кедей бала бір амалын тауып бандиттерден қашып кетті. Бірақ үйіне келсе, үйі өртке оранып жатыр екен. Бүгінгі видео дәл осы жерден жалғасатын болады. Достар, өтініш, видеоны жалғастырмастан бұрын осы видеоға лайк басып каналға кіріп кетіңдер. 100 000 подписчикке жетуге сәл қалды. Қуанышқа орай үйіңіздің сырты қатты жанғанмен іші қатты жана қоймапты. Онда не ғой, мен үйдің ішіне кіре берсем бола ма енді? Жоға, ең алдымен біз өзіміз кіріп тексеріп, қауіпсіз екеніне көз жеткізуіміз керек. Содан кейін ғана кіруге болады саған. Жарайды, онда тез тексеріп алыңыздар. Жақсы, сен осында қимылдамай тұра тұр, жарай ма, мен кеттім. Біздің үйде газ ештеңе жоқ еді, қалай өртеніп жүр мынау үй? Түтін ғой мына жер. Саған, мынау үйдің ішінде адам қалыпты ғой. Мынау тірі ме өзі? Бека, тезірек мына әйелді көтеріп далаға шығар. Шықтан алады. Тоқта. Мынау менің мамам ғой, бұл үйдің ішінде қалай қалып кеткен? Бұл әйелдің сізге кім болатынын білмеймін, бірақ оны тезірек ауруханаға апаруымыз керек. Демалып жатқанына қарағанда әлі тірі сияқты. Егер уақытында ауруханаға апармасақ, өліп қалуы мүмкін. Сондықтан біз тезірек кете берейік. Онда мен ауруханаға жаяу бара берейін өзім. Мама, уайымдамаңыз, сіз әлі-ақ есіңізді жиып кетесіз. Мен вообще түсінбедім, бар ғой, мама айтып еді, бір аптаға жұмысқа кеттім деп. Қалай үйдің ішінде қалып қойған? Нұрислам деген сіз ба? Иә, мен айта беріңіз, не болды? Қысқасы, сіздің анаңыз түтінге қатты уланып қалған. Мәссаған, енді не болады сонда? Аман сақтап қалуға бола ма? Шынымды айтсам, мүмкіндік өте аз, бірақ қолымызда келген бәрін жасаймыз. Айтайын дегенім, анаңыздың еміне 5 миллиондай ақша керек. 5 миллион? Ондай ақша жоқ қой менде. Енді ол жағын өзіңіз көресіз, мен кетейін, сіз де шығыңыз, уақыт бітті. 5 миллион несі тағы? Қаяқтан табам ондай ақшаны? Мама, уайымдамаңыз, мен қайтсем де табам 5 миллионды. Шаршап кеттім бар ғой, үйге дейін жаяу келіп. Үйдің іші әлі түтін болып жатыр ма? Көрейші кіріп. Көзім ашып кетті ғой. Түтін үйдің іші жүру мүмкін емес қой мына жерде. Шыдаймай, мен мына жақта бар ғой. Лучше кеттім, мен сыртқа шығайыншы. Біздің үйде газ жоқ, от жоқ. Сонда біздің үй қалай өртеніп кеткен, мен түсінбедім бар ғой. Өзімен өзі өртеніп кетті дегенге сенбеймін бар ғой. Мен қалай болса да анықтау керек маған бұл үйдің қалай өртеніп кеткен. Айтпақшы, мұны біздің көршінің үйінде камера бар ғой, соның камерасына көрмеймін ба, біздің үйден қалай өртеніп кеткен. Бірақ ол камерасын көрсете ме, көрсетпей ме білмеймін ғой, өйткені мен оның баласымен ерегісіп қалған едім ғой алдын. Көрейікші сонда да. Көрші, кім бар мынау үйде? Көрші. Адам бар мынаның үйінде өзі. Бітші, ешкім жоқ болып қалса. Келатыр. Енді камерасын ашып кетсе дұрыс болатын еді. Ассалаумағалейкум, көрші, қалайсыздар? Уағалейкум салам, не болды? Көрші, не ғой, алдыңғы менің істеген тірлігім үшін кешіріңіздерші, өтініш. Кеше ғана өзінше болып жатқан едім ғой. Жарайды, кешірдім делік. Не үшін келдің енді? Не ғой, анау менің үйім кеше өртеніп кеткен еді, сол біздің үйдің қалай өртенгенін сіздің камераңыздан көрсем бола ма, өтініш? Сен камера дейсің ба? Не ғой, болмайды камераны көруге, істемейді ол. Көрші, өтініш көрсете салыңызшы. Сен не сөзге түсінбейсің ба? Айттым ғой саған болмайды деп. Бол, кет бар үйіңе, бол, шақырушы болмай енді мені. Бітші көрсетпеді. Не істеймін енді мен? Енді біле алмайтын болдым ғой менің үйімнің қалай өртенген. Бітші, жарайды енді бір қайтайын үйге онда мен. Біздің үй әлі түтін сасып отқан шығар, мен қалай ұйықтаймын бүгін, қай жерде ұйықтаймын вообще, или далаға ұйықтай салам ба, көрем. Бірақ үйімдегі түтіндері кетіп қалған сияқты уже. Сәл иіс шығып тұр вроде, бірақ нормально па, үйде ұйықтауға болады, онда үйде ұйықтай берейін мен. Бірақ тағы да өртеніп кетпей ме, түнде үй. Мен де больницаға жатып отпайын, түнде өртеніп кетіп, бірақ басқа жататын жерім жоқ қой менің. Амал жоқ, онда осы үйде ұйықтаймын да. Қандай видео салсам да рекке кірмейді. Болмаса ютубта тастай салам ау деймін. Мынау Нұрислам аға емес па? Неге жалғыз өзі мұңайып отырды, қазір сұрап көрейінші. Нұрислам аға, неғып мұңайып отырсыз? Неге мұңайып отырсың дейсің ба? Мен сол ютубқа тырысып күнде видео салып жүрмін, бірақ ешқандай видеом лайк, комментарий, подписчик жиналмайды. Енді сәл күтсеңізші, активіңіз көтеріліп қалатын шығар мүмкін. Қойшы, күтіп шығардым уже, ютубты тастаймын мен. Тоқта, осы видеоны көріп отқан адам лайк басып комментарий жазып кетсейші, ютубты тастамайсың ба? Қойшы, лайк басып комментарий жазған күннің өзінде маған ешкім тіркелмей
тіркелмейді ғой. Білесің бе, 95% адамдар менің видеомды тіркелмей қарайды ғой. Енді айтсай, осы видеоны көріп отқан адамдар лайк басып, комментарийға Нұрислам аға ютубтан кетпеңізші деп жазып, сосын тіркеліп кетсе, ютубтан кетпейсің ба? Енді тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отса, конечно, кетпеймін ғой ютубтан. Вот көресің ғой, осы видеодан кейін адамдардың барлығы саған лайк басып, комментарий жазып, каналыңа тіркеліп кетеді. Мен бәрібір қолдамайтын сияқты мен ешкім. Бірақ егер осы видеоға 5000 лайк жиналса, келесі видеоны сразу шығарамын. Мен Нұрислам досымның үйіне келмегелі көп болыпты ғой, сағынып қалған шығар мені. Нұрислам досым, Нұрислам. Біреу келіпті ма үйге? Кіме тапатал түсті шақырып отқан мені? Бірші ұйқымды қаңыртып алайын десең осы ғой бір. Жарайды, ашайын есік тез мен. Нұрислам, о досым, қалайсың? Ұйқымнан ен тұрғасың ба? Көзің ісіп кетіпті ғой. Роберт, бұл сен ба? Өзгеріп кетіпсің ғой? Я, менмін ғой, не болды, танымай алдың ба не? Жоқ, танып тұрмын, просто сендер бір жыл бұрын көшіп кетіп едің деді ғой? Содан бері әлі көрмедім ғой сені. Я, сол, сені сағынып кеттім да келдім ғой бүгін сені іздеп. Не маньяқ, үйіңнен түтіннің иісі сасып жатыр. Түтін ба? Не ғой, біздің үй өртеніп кетті кеше. Қалай сонда, қалай өртеніп кеткен? Ой, сол, қалай өртенген өзім де білмеймін ше, анау көршіден сұрап едім кеше, камераңнан көрейінші деп көрсетпей қойды ғой камерасын. Ой, көршіңнен сұрап не қыласың? Маған айтпайсың ба, мен ақ көрсетемін ғой камерасын. Қалай көрсетесің сонда оны, ол үйіне кіргізбейді бәрібір. Ой, ты че, бауырым, мен деген хакермін ғой, мен оның үйіне кірмей ақ көрсетемін. Жүрші менің артымнан қазір. Жүрші болғанда қай жаққа? Ой, көп сөйлемей жүре берші артымнан. Роберт, мынау точно сенің үйің ба? Ой, я, менің үйім. Байып кетіпсің деді ғой, үйлерің дерзкий ғой, базар жоқ. Ой, енді шүкір әйтеуір. Не ғой, мынау менің, короче, жұмыс орным. Мынау, сен ютуберсің ба не? Мынау компьютердің барлығын қаяқтан алып алғансың? Я, ютубермін ғой, менің каналымда миллион подписчик бар, осы алтын кнопканы алғам солай. Қазір мен саған анау көршінің камерасын ашып беремін, сосын көремін сенің үйіңнің қалай өртеніп кеткенін. Прикол ұстап отқан жоқсың ба? Қалай сонда оның камерасын қалай ашасың? Ой, нау неғып сенбейді, прикол ұстап отқан жоқпын, қазір ашып беремін, көресің ғой камерасын. Роберт, балам, келші мына жаққа. Мен папам шақырып жатыр, сен осы жерде күте тұр жарай ма, мен қазір келемін. Базар жоқ, мынау байып кетіпті ғой, үйінде қанша компьютер бар, бір емес 3 компьютер бар мына жақта. Бірақ что-то сеніп тұрған жоқпын, бар ананың камераны ашып беремін дегенде ше, ол қалай ашып береді сонда камераны? Тоқташы. Мынау камера шынымен ашылып кетті ғой. Мынау менің үйім өртенген күн емес. Тоқта, мынау біздің көрші ма? Мынау менің үйімді өртеп жатыр ғой. Бәсе, мынау көрші екен ғой менің үйімді өртеген. Неғып камерасын көрсетпейді деп ойлап отқан едім. Бәсе, осыдан екен ғой, алаяқ десе бытшын шығарам қазір барып. Онда бұлай тұра бергенім жарамайды бар ғой, мен тез үйге барып оны полицияға ұстап беру керекпін, онда тез барайын үйге. Бәсе, неғып камерасын ашқызбайды деп қоямын. Нұрислам, қай жаққа кетіп бара жатсың? Не ғой, Роберт, мен асығыс болып тұрдым ше, кейін түсіндіремін оны саған, мақұл, мен тез кету керек. Сонда бірге ойнамаймыз ба не? Ренжімеші, родной, кейін келемін ғой, сол кезде ойнаймыз, жарай ма, мен асығыс болып тұрдым. Давай, от души, Роберт. Полицияға звондайын. Алло, полиция тыңдап тұр, айта беріңіз. Не ғой, менің үйімді біреу өртеп кетіп еді, тез келе аласыздар ма мына жерге? Немене, үйді біреу өртеп кетті дейсің бе? Жақсы, адрес жібер маған, келем қазір. Болды қазір жіберіп қоямын, келе беріңіз. Болды, айтып қойдым, енді күту керек полицияның келген. Қарғыс сатқыр көрші десе. Болды қазір, сен бытшын шығарам полицияға айтып. Полиция келе жатыр. Жақсы болды ғой, тез келді ғой, что-то үнемі кешігіп келетін еді. Полиция шақырғансыз ба? Мен ғой шақырған. Не ғой, анау көршім менің үйімді өртеп тастапты түнде. Соны тұтқындау керек. Көрші дейсің бе? Дәлелің бар ма оның өртегеніне? Дәлел бар ғой, бірақ досымның үйінде дәлелші, оны кейін көрсетемін, бірінші тұтқындап алайықшы ананы. Жақсы, онда кеттік, дәлелің болса болды әйтеуір. Қазір тұтқындаймыз оны. Так, осы үй ғой, онда шақыра берейік онда. Кім бар мынау үйде? Ашыңдар есікті, кім бар? Көрші, ашса есікті. Ән шығып келе жатыр өзі де. Айта беріңдер, не үшін келдіңдер? Мен полиция қызметкерімін. Қысқасы, сіз мына баланың үйін өртегеніңіз үшін тұтқындалатын боласыз. Немене? Менің ешқандай қатысым жоқ ол үйдің өртенгеніне. Өртекші, өрмекші, адамы алаяқ, алдамаса мен сені камерадан көрдім ғой сенің өртегеніңді. Камерадан көрдім дейсің бе? Не ғой, полиция мырза, не ғой, ішке кіріп сөйлесейікші өтініш. Кішкентай баладан ұят просто. Ішке кіріп дейсің бе? Жарайды, ішке кіріп сөйлесейік онда. Мына алаяқтың тағы не ойлағаны бар, тағы да бір алаяқтық істеп кетпесе болды. Полиция мырза, мүмкін келісерміз, мен сенің қалағаныңды беремін. Жоқ, ешқандай да келіспейміз. Сіз қылмысыңыз үшін заң алдында жауап бересіз. Полиция мырза, мүмкін ойланасыз, мынаның барлығын сізге беремін. Тоқта, шын айтып жатсың ба? Жарайды,
келсек онда. Хей, бәсе, бірден осыдан бастамайсың ба әңгімені? Онда ең алдымен анау кедей баланы үйіне қайтарып, бір тапсырмамды орында, сосын ақшаңды аласың. Тапсырма? Қандай тапсырма ол? Қандай тапсырма екенін сосын барып айтам. Сен бірінші баланы үйіне қайтар. Жарайды, айтсаңыз болды. Мен қазір баланы үйіне қайтарамын. О, сөйлесіп біткен сияқты ғой, тұтқындайтын болдық па? Балақай, қысқасы бұл адам кінәсіз болып шықты, оны тұтқындай алмаймыз. Қалай сонда кінәсіз? Менде даже оның үйді өртеп жатқан видеосы да бар ғой. Видеосы бар дейсіз бе? Қысқасы, мен сізге көмектесе алмаймын. Ол кісі кінәсіз. Не ғой, мені бастығым шақырып жатыр, мен тез кету керекпін. Жақсы, сау бол. Ей, тоқтаңыз. Мынау. Анау алаяқ тағы не деп айтқан мынаған? Ей, полиция ағай, тоқтырсаңызшы. Айттым ғой менде дәлел бар деп. Мынау тоқтамайды ғой. Қандай полиция мынау өзі? Маған полицияда көмектесе алмайды. Сол үшін маған басқа малын табу керек дейсіз ойланып. Не істесем болады енді? Нұрислам деген бала осы үйде тұрады. Тез шақыр. Нұрислам, балақай, сен осы үйдесің бе? Нұрислам. Үйге біреу келіп тұрды ма? Тағы да кім келіп тұрды? Саламатсың ба? Нұрислам деген бала сен ба? Иә, мен не болды? Қысқасы біз сені балалар үйіне алып кету керекпіз. Балалар үйі? Менің мамам бар ғой, қандай балалар үйі? Бармаймын мен ол жаққа. Сіздің анаңыз қазір ауыр халде жатыр екен. Сізді асырайтын ешкім жоқ екен. Тұратын үйіңізде қирап жатыр екен. Өртеніп кетіпті ғой үйіңіз. Сол үшін біз сізді алып кету керекпіз балалар үйіне. Тоқтаңдар де, мен өзім-ақ өйстіп өмір сүре аламын. Керек емес маған балалар үйі. Балақай, ренжіме, бірақ біз сені алып кету керекпіз. Тоқтай, жіберіңдер мені. Офицер мырза, кеттік, жүре беріңіз артымнан. Тоқтай, жібер мені.